Енді пайызға байланысты қосымша есептерді шығарамыз. Бірінші, қанттың бағасы 50%-ға төмендеді. Енді 100 теңгеге бұрынғыға қарағанда қантты неше пайызға көп сатып алуға болады дейді. Енді біз былай қарастырайық. Басында қанттың бағасын мысал ретінде 100 теңге деп алайық. Енді бізде 100 теңге бардығын деп қарастырайық. Олай болатын болса, біз 1 килограмм қант сатып ала аламыз. Енді қанттың бағасы 50%-ға төмендейді. 100-дің 50%-ын табатын болсақ, ол оның жартысы, яғни 50 теңге. 100-ден 50 теңгені азайтатын болсақ, бізде қанттың бағасы 50 теңге болып қалады. Енді бізде 100 теңге бар. 100 теңгеге 50 теңгелік қанттан біз 2 килограмм ала аламыз. Енді бізде бастапқы 1 кило алатын ек, оны біз 100% деп аламыз. Одан кейін арзандағаннан кейін 2 кило ала алады екенбіз, оны x пайыз деп аламыз. Бұдан x-тің мәнін табатын болсақ, 2-ге 100 200 болады, 200-ді 1-ге бөлетін болсақ 200% болады. Яғни бастапқыда 100% алатын болсақ, соңында 200%, айырмашылығы 100%. Яғни бұрынғыға қарағанда 100%-ға артық сатып ала алады екенбіз. Екінші, заттың жаңа бағасы ескі бағасын 25%-ға көтергеннен алынды. Заттың ескі бағасының жаңа бағасына қатынасын табыңыз. Енді біз заттың ескі бағасын 100 теңге деп алайық. Ол 100 теңге болатын болса, оны біз 25%-ға көтеретін болсақ, жаңа бағасы шығады екен. Яғни біз 100-дің 25%-ын табуымыз үшін 100-ден 25-ге көбейтіп аламыз. Сол кезде бұдан 25 теңге шығады. Олай болатын болса, оның жаңа бағасы 125 теңге, яғни 100-ге 25-ті қосқандағы құн шығады. Енді бізде сұрап отырғаны мына ескі бағасының жаңа бағаға қатынасы. Яғни ескі баға бізде 100, соның 125-ке қатынасы дейді. Екеуін де 25-ке бөлеміз, сонда бізде 5-тен 4 шығады. 5-тен 4 дегеніміз бізде екеуінде тағы 2-ке көбейтіп аламыз. Сонда 10-нан 8, бұны бөлшек түрінде жазсақ, 0,8 шығады. Яғни А жауабы. Үшінші, Назеркенің алқасында 23 көк және 2 қызыл моншақ бар. Алқадағы көк моншақтардың саны 80% құрау үшін олардың нешеуін алқадан алып тастау керек екенін табыңыз. Енді бұл жерде 23 көк бар екен және 2 қызыл бар екен. Және бір тағы ескеретін нәрсе, бізде көк моншақтардың дейді саны 80% құрау үшін осылардың нешеуін алып тастау керек дейді. Енді бізде ең соңында көк моншақтар 80% құрау керек, ал мына қызыл моншағымыз қалғаны болу керек. Олай болатын болса, біз жалпы 100%-дан 80%-ды алып тастайтын болсақ, бізде 20% шығады. Осы 20% бізде қызыл моншақтардың үлесі болу керек. Олай болатын болса, біз 2 қызыл моншақты 20% деп аламыз. Сол кездегі барлығын, яғни көк моншақтарды алып тастағандағы қалғанын 100% деп аламыз. Оны x деп аламыз. Бұдан x-тің мәнін табу үшін 2-ге 100-ді көбейтеміз. 200, 200-ді 20-ға бөлетін болсақ, бізде 10 шығады. Яғни 10 моншақ болу керек. Олай болатын болса, 10 моншақтың 2-і қызыл, қалғаны бізде көк моншақ. Яғни 10-нан 2-ні алатын болсақ, 8 көк моншақ болу керек. Енді бастапқыда бізде 23 бар тұғын. 23 көк моншақтың біз 15-ін алып тастайтын болсақ, бізде 8 көк моншақ қалады. Сондықтан дұрысы С нұсқасы. Төртінші. Құйманың 80% алюминий, қалғаны мыс. Құймадағы алюминий мыстан 300 грамм артық. Құйманың массасы қандай? Енді бұл жерде біз құйманың массасын білмейміз, оны x деп аламыз. Бірінші, алюминийдің массасын анықтау үшін біз x-тің 80%-ын анықтауымыз керек. Яғни біз 100-ден 80-ге көбейтеміз. Сол кезде 0,8 x шығады. Бұл бізде алюминийдің массасын береді. Енді бізде 80% алюминий болатын болса, қалғаны мыс деп тұр. Яғни қалғаны ол бізде 20%. Яғни x-тің енді біз 20%-ын анықтауымыз керек. Ол үшін 100-ден 20-ға көбейтеміз. Сонда 0,2 x шығады. Бұл бізде мыстың массасын береді. Енді айтады, құймадағы алюминий мыстан 300 граммға артық дейді. Яғни мыстың массасы 0,2 x болса, осыған 300 граммды қосатын болсақ, бізде
0,8, яғни алюминийдің массасы шығады. Енді бұдан 0,2х 0,8-ден азайтылады. Сол кезде 0,6х тең болады 300. Бұдан х-тің мәнін табуымыз үшін мынау 300-ді 0,6-ға бөлеміз. Сонда бізде х-тің мәні 500 грамм шығады. Яғни құйманың массасы 500 грамм екен. Бесінші. Ауылда 1240 үй бар. 80% үйде ит бар, ал 50% үйде мысық бар. Ең аз дегенде қанша үйде ит те мысық та бар? Енді біз былай істейік. Жалпы олардың ауылдағы үйлердің 80%-ында ит бар екен, және 50%-ында мысық бар екен. Екеуін қосатын болсақ, жалпы 130% болады. Одан біз 100%-ды алып тастайтын болсақ, онда ауылдағы итте мысықта бар болатын үйлердің ең аз саны шығады, яғни ең аз пайыздық көрсеткіші шығады. Ол бізде сонда 30%-ға тең болады. Яғни ауылдағы 1240 үй бар ғой бізде, соны біз 100% деп қарастырамыз. Себебі ол барлығы болып тұр. Енді соның біз 30%-ын анықтауымыз керек. Оны x деп аламыз. Бұдан x-тің мәнін табу үшін 1240-ты 30-ға көбейтеміз. Сосын оны 100-ге бөлеміз. Енді бұдан ары қарай екеуін бөлетін болсақ, бізде 372 шығады. Яғни с нұсқасы болады. 6. Ағаштың берілген массасының 20%-не қағаз дайындалады. Оқушының бір дәптері орта есеппен 30 грамм, ал кітап одан 16 есе ауыр. Сыныпта 30 оқушының әрқайсысына бір дәптерден және бір кітаптан дайындау үшін барлығы неше килограмм ағаш қажет? Енді біз былай алайық. Бізде бір оқушыға керектісі бір дәптер, бір кітап екен. Бізде дәптердің массасы мына жерде жазылып көрсетілген. Ол бізде 30 грамм екен. Енді кітап одан 16 есе ауыр. Яғни біз 30-ға 30 граммды 16-ға көбейтеміз. Сонда мынау бізде кітаптың массасын береді. Сонда 30 қосылған 480 грамм болады. Сол бізде 510 грамм. Бір оқушыға 510 грамм, яғни кітабы мен дәптердің салмағы осы 510 граммды құрайды екен. Енді бізде сыныпта 30 оқушы бар. Оның жалпы кітап дәптерлерінің массасын анықтау үшін сол 510 граммды 30-ға көбейтеміз. Сол кезде бізде 15320, яғни 15300 грамм болады екен. Енді бізде жалпы ағаштың берілген массасының 20%-нан қағаз дайындалады. Сонда бізде мынау қағаздың массасын беріп тұр. Олай болатын болса, 15 килограмм 300 граммды 15,3 килограмм деп алсақ болады. Сол бізде 20%-ға тең болып тұр. Ал бізде жалпы ағаш 100% болып есептелінеді. Оны біз x деп аламыз. Енді бұдан x-тің мәнін табу үшін 15,3-ті 100-ге көбейтеміз. Сол кезде 1530 шығады. Осыны 20-ға бөлеміз. Сонда 76,5 килограмм шығады. Яғни бізде жалпы 30 оқушыға кітап пен дәптер дайындау үшін 76,5 килограмм ағаш керек екен. 7. 9 папка мен 3 альбомның құны 6 папка мен 5 альбомның құнындай. Бір папканың бағасы бір альбом бағасының неше процентін құрайды? Енді біз берілген мәліметтерді пайдаланып жазайық. 9 папка дейді. Оны біз 9P деп алайық. Және 3 альбом дейді. Яғни қосамыз 3 альбом. Оны 3A дей салайық. Осы тең болады бізде 6 папка дейді. Яғни 6P деп аламыз. Қосылған 5 альбом дейді. Қосылған 5A деп аламыз. Осыдан біз папка мен альбомдардың ара қатынасын анықтап аламыз. Яғни папкаларды бір жаққа жинақтаймыз. Сонда 9 папка азайтылған, бізде 6 папка болады тең 5 альбом. Мынау 3 альбомымыз неға азайту болып келеді. Ары қарай бізде мына жерде 3 папкамыз тең болады 2 альбомға. Олай болатын болса, біз былай құнын анықтай салсақ болады. Мысалы, альбомның құны мына жерде 30 теңге болатын болса, 30 ғана 2 көбейтіледі, 60 болады. Олай болса, папканың құны 20 теңге. Енді біз осылай мысал ретінде теңдік аласақ болады. Енді бізде сұрап отқаны бір папканың бағасы бір альбом бағасының неше процентін құрайды. Яғни бізде альбомның бағасы 30 теңге, соны біз 100% деп қарастырамыз. Бізге табу керек, мынау 20 теңге, осының неше пайызы болады. Бұдан x-тің мәнін табу үшін
мына екеуін көбейтеміз. Осы екеуін көбейтетін болсақ, бізде 2000 шығады. 2000-ды 30-ға бөлеміз. 2000-ды 30-ға бөлетін болсақ, бізде жуық шама шығады. Ол 67% болып шығады. Ол бізде А нұсқасы екен. Енді 8-ші. Сыныпта 34 оқушы бар. Сыныптағы ұлдардың саны қыздар санының 70%-на тең болса, онда ұлдар нешеу дейді. Енді бұл жерде біз мына жерде айтылады, қыздар санының 70%-на тең дейді. Олай болса, біз қыздар санын белгісіз x деп алайық. Енді қыздар саны x болатын болса, ұлдар солардың 70%-на тең болатын болса, біз x-тің 70%-ын анықтап алайық. Ол бізде 0,7x шығады. Яғни бұл бізде ұлдардың санына сәйкес келеді екен. Олай болатын болса, қыздардың саны x, ұлдардың саны 0,7x. Яғни бұл бізде барлық оқушы санын береді. Барлық оқушы саны мына жерде жазылып тұр. Ол 34-ке тең болып тұр. Енді 1x-қа 0,7-ні қосатын болсақ, 1,7x шығады. Осы 34-ке тең. Бұдан x-тің мәнін табатын болсақ, 34-ті біз 1,7-ге бөлеміз. Сонда x-тің мәні 20 шығады. Яғни бізде қыздардың саны 20-ға тең екен. Ұлдардың санын табу үшін біз 0,7-ні 20-ға көбейтсек болады. Болмаса, жалпы сан 34 тұр ғой. 34-тен қыздардың санын алып тастаймыз. Сол кезде ұлдардың саны 14 шығады. 9-шы. Су қоймасында қаздар мен үйректер жүзіп жүр. Ондағы қаздар үйректердің 50%-не тең. Су қоймасында жүзіп жүрген үйректер қаздардың неше проценті? Енді бұл жерде біз мысал ретінде қарастыра саған тиімді болады. Мысалы ретінде біз үйректердің санын 100 деп алайық. Енді мына қаздар осы үйректердің 50%-на тең. Яғни 100-дің 50%-ы бізде ол 50-ге тең. Қаздардың саны 50-ге тең болып шықты. Енді сұрақ: су қоймасында жүзіп жүрген үйректер қаздардың неше проценті дейді. Енді қаздардың неше проценті болатын болса, біз қаздарды 100% деп аламыз. Ал үйректер соның неше пайызы болады, соны анықтау керек. Ол бізде x пайызы болады. Ал үйректің саны бізде 100. Оны 50-дің астына жаза саламыз. Бұдан x-тің мәнін табу үшін мына екеуін көбейтеміз де 50-ге бөлеміз. Ол бізде 10.000 болады. 10.000-ды біз 50-ге бөлеміз. Сонда x-тің мәні 200 шығады. Яғни 200% болады екен.